Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзбек халқының тойымды, дәмді, пайдалы, керемет болып шығатын сорпасының рецептісімен бөлісемін. Барлық ингредиенттерді кішкентай кубиктерге турап алдым. Кастрюляға сұйық май құямыз да етті салып, еттің суы толықтай кеткенге дейін қуырамыз. Майда туралған пиязды саламыз да тағы да бірнеше минут қуырып аламыз. Сарымсақты салып 1-2 минут қуырамыз. Майда туралған сәбізді салып қуырып аламыз. Осылай қуырылғаннан кейін майда туралған болгар бұрышы мен томат пастасын салып тағы да қуырамыз. Менің болгар бұрышым алдын ала қатырылған қызыл және жасыл түсті. Егер сізде бір ғана түсі болса, бір ғана түстін салуға болады. Салқын су құйып, тұз бұрышын салып, араластырып жіберіп қайнатамыз. Қайнағаннан кейін жуылып тазартылған машты саламыз да бетін жауып 30 минуттай жай отта маштар ашылғанға дейін пісіреміз. Сорпа 30 минуттай қайнады, маштар ашыла бастады. Майда туралған картоп және күрішті салып, картоп піскенге дейін 20 минут көлемінде бетін жауып, кішкентай отта қайнатамыз. Егер сорпа тым қою болып кетсе, қайнаған су құйып, кішкене сұйықтау жасауға болады. Сорпа толықтай пісті, қалауымша майда туралған сарымсақ пен кинза салуға болады. Өте ерекше дәм береді. Осымен сорпамыз дайын болды. Мен тағы да кішкене үстіне кинза салдым. Сорпа әдемі, дәмді, қою болып шықты. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.